Қарғыс атқыр қайда өзі? Таптым. Міне, ойынның ережесін қайталайық. Менің тышқақтарым. Ананы жему, сосын біз сонда... Екеуміз Хэви қара жұмыстарды толығымен істеуді міндет ретінде ойнайтын боламыз. Егер жеңілсең, бір аптаға жинайтын боласың. Тоқта, егер папа жеңілсе, ол жинай ма? Жоқ. Қап, неге солай? Өйткені әкең екеуміз ақшаға ойнаймыз. Жеңілген бетінде ақшамыздан да айырыламыз. Себебі әкең екеуміз ересекпіз. Ал сендер әлі мұрынба... Қарғыс атқыр. Глэм, әзірше картаны айластыршы. Жақсы. Мынауың қолыңнан келіп жатса, онда фишканы да тарата сал. Жақсы. Ал мынау ойынның ережесі жындының өзі. Жиналу комбинациясы 5 карта қойғанмен шығады. Вау! Мам, мына ойын ережесін бәрі біледі ғой. Жоқ, сен мына ойынның ережесін мүлдем білмейсің. Жиналу комбинациясы 5 картамен шыққанмен әркімге беретіні тек екеу. Мүмкін емес. Кешір, Хэви, сен ол туралы білмеп пе ең? Дей, егер ақылды болсаң, онда ережені өзің айтарсың. Техас холдемі немесе шектеусіз холдем классикалық покердің айырмашылығы әр ойыншыға 2 картадан беріледі. Бұдан кейін бәстір келесінен соң үстелге алғашқы 3 карта ашылады. Оны флоп деп атайды. Болды, енді жетет! Ақылсымағынды орай. Анау жасыл әтешіміз қайда? Жасыл әтешті алмаймыз деп шештік себебі. Сен чест айтасың ба? Ол 4-ке таман келу керек. Қазір 5:30. Онда ол 5 минуттан кейін келеді. Кешіккені сылдыратып андай қылып, әжелерді жолдан өткізім деп. Жоқ, оның өйтіп айтуы мүмкін емес. Мүмкін бұлай? Эй, сәлем достар. Жолдың сыртында қаншама әжелерді көргенімді білмейсіңдер. Бүйтіп жай кете салу енді күнә. Сен қайттан терезеден сек. Әжелер, олар тура бір жыл тұрған винодай. Жарайды, ең бастаймыз ба? Ең бастысы мына ойында эмоцияны жасырып білу. Кімде қандай карта тұрғанын ешкім білмейді. Яп, твой мать! Нау не деген боқ біле! Кім картаны таратты? Кімнің қолын сүйей? 35-ке дейін көтерем. Не? Бірінші кон! Чек дей салсаң аузын түсіп қалама? Мам, сен жаңа ғана эмоцияны жасыру керек деп едің ғой. Осындай кезде қалай жасырасың, егер қолында қайдағы бір жоқ нәрсе барда? Басты қатырмай, фолд. Достар, 2 тұзбен мен ештеңе істемесем де болады. Сен 2 тұз лақтырдың ба? Ол 2 тұз лақтырған жоқ, ол сені шатастырғысы келіп тұр. Егер ол 2 тұз бар деп айтса, ол шындық бола бермеді. Рейс, 150. Әлгі 5 карта бар еді ғой, сол қайдет? Комбинация жасайтын. Олар жоқ. Папаңа рахмет айт. Енді бірден 3 карта көру үшін ставканы бекіту қажет. Мен ондай болса ендеше берілем. Кол. Нау не бәле? Карталарды сей. Пивама кеттім. Сен Селебро бағдарламасын жақсы білесің ғой? Хакерге қатысты нәрсе? Иә. Хэви екеулерің қауіпті сайттарға кіріп кетпесін дегендей. Шейф пен қорғанысын қойғанды білесің ғой? Енді бір селкібір арқылы қорғасынды бұзып, қауіпті сайттарға кіру жүрме анықтау екен. Жоқ, керісінше, біреу біздің сайтымызға Селебромен тығылып, қауіпсіздігімізді айналып өтіп кетті. Реестр 350 пайдаланып, рейс 350. Реестр 350 арзан бірақ деп айта алмайсың, оны ересек адам істеуі әбден мүмкін. Рейс 800. Әлде бала, қолынан келетін, мектепте бәрінен күшті оқитын, солай ақша табатын. Мысалы оқып қиналатындарға көмектесіп, ақшасын сол қымбат затқа құртатын ақылды бала. Рейс 1500. Бірақ та осындай қымбат көмекшілерге ақшасы жететін өзінің арам пиғылдарын іске асырып, қаншама айлакерлік сайтына алаяқтар бар екенін ұмытпайық. Сөйтіп, ақылды баланың атынан жасап, ыңғайын қараш. Рейс 3000. Мен де келдім. Қалай әлі бірінші кондасындар ма? Мынасы не стағы? Бля, ол үндеуім керек еді. Вики, анда тура титандар шайқасы болып жатыр. Асыра сілтеме чез. Бұл қарапайым түсінік әңгімесі болды.
Дейінікі дұрыс деп санаймын. Біздің жеке ақпараттарымызды ауқатты ересек хакер бізден көптеген сайттарды ашып, өз пайдаларына жаратқан. Ол ең. Қап. Фол. Глэм, түрлеріне не болған? Білмеймін. Хэви сен келерсің, тарат. Қас. Дұрыстап ойнайтын болам. Жынды нәрсе болған кезде ғана қоям. Түсіне алмай қойдым. Бұл маған байланысты ма? Бля, айырылдым тағы. Уй, жылай бермеш. Қап өттеген ай. Менің картамның түрін қараш. Айтайын дегенім... Чек. 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 Осы кезде неге ешкім қоймайды? Қолыма боқ түскенде бірден рейс. Қолыма алтын патшалар түскенде бірден тук, блять. Болды, мен сігілем осы ойыннан. Әбей, бүкіл фишкаларымды саған сыйлаймын. Шын ба? Бүкіл 4 фишкам. Ау, рахмет. Осы ойынға көз деген сияқты ойын біткен соң бірден өртейім шешесіз. Достар, бұл ойын ғой. Бұны ойнау керек. Масқара. Оның қолын қалай келді? Пап, сен оны өмір бойы білесің ғой? Сен одан қалай жеңіліп отырсың? Оның эмоциясы өзіне сәйкес келмейді. Оның қалай сөйтетінін өзім де ұқпаймын. Қарсы тактика құрасам да өтпейді оған. Солай де. Онда уақытты созбай Соңғы бітірейік. кон. Окей, менде Маған парайналды психоздың соңғы нысандары қалай шығатыны қызықтырып тұр. Сонымен чес, соңғы тарату Сен мені қорқытып тұрсың ба не? рейс 2000. Кол. Күшті, менде 4000-дай ғана қалды. Ол ин. Олайында колейн, кәне кол. Жақсы. Сенде ше. Менде дейтіндей, мен қайдан білем? Мен карталарыма қарамаймын. Өзі солай қызық емес пе? Оу, қарай көр. Балдар, отты жағандар. You're gonna burn in hell.